Дания, бүгін біздің іс-әрекетіміз мамандықтар жайлы. Мына жерде қарашы, сүйектерді. Қандай мамандықтар түрлерін көріп тұрсың? Пожарный, сосын Дәрігер, сатушы, одан кейін мұғалім, аспазшы, мынау полицей. Мен папам полицей. Анам мұғалім. Жарайды, мамаң мұғалім екен, папаң полицей. Мұғалім мамандығы бізге не үшін қажет екен? Бізге сабақ үйретеді, иә? Бізге сабақ үйретеді екен. Ал полицей мамандығы бізге не үшін қажет екен? Оларды қамап қояды. Қамап қояды, біздің елді қорғайды екен. Біздің тыныштығымызды сақтау екен, Жарайсың, азамат. Дания, сенің қолында полиция, менің қолымда өрт сөндірушінің мамандығының несі. Ал екеуміз енді тыныс алу жаттығуын жасап көрейік. Мұрнымен демаламыз, қара. Ауызбен жай қылып өрлейміз, жем шығарамыз. Ал бастаймыз. Өрлей қой. Ала ғой өзіңнің қасыңа. Жақын алып, өрлей қой. Мұрнымен дем алып, алаға деміңді алып, ауызбен шығарамыз. Жарайсың, азамат. Дания, мына жерде мамандықтар берілген. Және олардың көліктері. Осы мамандықтарға қандай көлік тиесілі екенін біз сызық арқылы белгілейді екенбіз. Қазір мен саған алдымен бір мамандықтың несін көрсетейін. Өрт сөндірушінің көлігі міне. Ал қалғанын қазір сен өзің жасайсың, жарай ма? Жарайсың, азамат. Біз қазір мамандықтар туралы саусақ жаттығуын жасаймыз. Саусақтарын көрсете қойшы. Ал енді бір саусағымызды аламыз. Қайталаймыз. Менің әкем дәрігер. Анам менің аспазшы. Дәмді тамақ пісіреді. Ағам менің етікші. Әдемі етік тігеді. Жеңгем менің суретші. Қылқаламы жүйткиді. Атам менің ол ұста. Бәрі жұмыста. Жарайсың. Дания, мен саған үй тапсырмасын берейін. Сен әкеңнің суретін салып келе қой. Анашым, қараңызшы, мен әне мен әкемнің суретін салып отырмын. Інім де өскеніңізге полиция болады.